Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Біздің ауданымызда, яғни Іле ауданында 22 жылдың 20 сәуірінде Ашбұлақ округінің Жапек ауылында номері 51 мектеп бой көтерді. Оған барлық аудан тұрғындары, ауыл ақсақалдары, ата-аналарымыз куә болды. Қазіргі кезде мектептің ашылғанына 2-7 уақыт өткеннен кейін мектеп өзінің жақсы жағдайына көшті. Қазіргі кезде мектепте 1347 бала дәріс алып, оған 134 ұстаз дәріс беруде. Мектеп екі тілде болып ашылды. 62 сыныппенен екі тілде 4 мектепке даярлық тобы менен қосқанда 66 сынып бар мектепте. Енді бұл мектеп ашылуы неғып қыркүйекте болмады деген сұрақ барлық адамды мазалады. Бірақ біз осы аудандағы, өзіміздің округтағы 4 мен 26 мектептердің 4 ауысымды, 3 ауысымды болып кеткен мектептерді жеңілдету үшін осы сәуірдің ортасында мектепті аштық. Ол мектептерден, бір мектептен 633 бала келсе, екінші мектептен 724 бала келді. Осы мектеп ашылуымен ол мектептердегі 3 ауысымдық жойылып, қазіргі таңда осы мектепте 2 ауысымда дәріс ала бастады оқушылар. Мектеп енді стандартқа сай типтік мектеп. Мектепте 4 мультимедиалық кабинет, 4 компьютерлік кабинет, 7 интерактивні тақта және басқа да модификационный кабинеттер бар. Балалардың сауығуына, салауатты өмір салтын дамытуына мектепте барлық жағдай жасалған. Мектепте 2 спорт зал, жоғары сыныптар үшін 1 спорт зал, бастауыш сыныптарға арнаған 2 спорт зал бар. Мектепте осындай қиын кезеңде ашылғаны бәрімізді таңғалдырып, ата-аналар өте керемет ризашылығын білдірді. Өйткені бұл балалар жылы болып жарияланған жыл болғандықтан балаларға деген үлкен сый деп мен есептеймін. Барлық бала мектепке қуанып қазір кетіп жүр. Әрқайсының өзінің кабинеті, барлық сабақтар өзінің арнайы кабинеттерінде өтіп жатыр. Оқушылардың толық білім алуына, мұғалімдердің бар мүмкіндіктерімен сабақ берулеріне барлық жағдай жасалған. Сондықтан құрметті ата-аналар, мектептің жағдайы осындай. Мектеп өте керемет салынған. Жаңағы барлық жағдай бар деп мен сіздерге жоғарыда айтып кеттім. Енді барлық ата-аналарды осы мектепке балаларын беруіне мүмкіндіктер бар.